What's up, достар, мен Нуридин. Я мінекей видео шығардым, наконец-то. Менің видеоларымды күттіңіздер деп ойлаймын. В общем, жигандар, бүгінгі видеомызда өте қызықты видео болайын деп тұр. Короче, білесіңдер ма? Бүгін видео тағы да ютуберлер жайлы болады. Негізі бұл видеоны түсіруге ойландым мен, өйткені осы видеоны түсірген соң астына тағы да өте көп хейт болып кете ме дедім, бірақ та қызық болады деген ойдамын. В общем, достар, қазір мен түрлі ютуберлерді, яғни Қазақстандағы ең атақты блогерлердің фотоларын алаңда қайталаймын. Яғни 100% сол күнде болу қажеті жоқ, жай ғана соған ұқсатсақ болды. Сол ютубердің көрермендері өтініш комментарийға жаман жазбай ақ қойыңыздар, типа қайталамайсың, жасай алмайсың деген сияқты. Мен ютуберлерді фотошоптаймыз деген видеода өтініш мұнайға мән бермеулеріңізді сұраймын. Яғни өте көп хейт болды, дизлайк басып, жаман комменттер жазбай ақ қоюларыңызды сұраймын. Бұл жай ғана әзіл ретінде түсірілген зат, және де мен кепка киіп алдым, бұрынғы видеоларым есіме түсіп кетті. Сәлемсіздер ме? No God! Нурик достар, бүгінгі видеода мен No God, please no! Бен тобы және де Райм лучше деген клипіне реакция түсіретін боламын достар. Ал ендеше гу. Ай, әттең, сол кездер қызық қой. Қаяқтан келдің? Кіс. Уқтай. Білген достар, мен есік ашық келген өзі артымнан келіпті. Мысықтар жақсы көретін адам болса, тезірек лойс басамыз. Өшім достар, қызық болады деген ойдамын. Let's go. В общем, достар, бірінші ютубер бізде Темірлан болады. Тағы да Темірлан. Және де мен передний камераға түсіріп отырмын. Егер де качествосы бытшып болса, ренжімеңіздер. Бұл яғни бірінші видеоны качествосын құрып тастауы мүмкін, бірақ та дәл қазір мен енді ұйқыдан тұрдым, так что түрім бытшып болып тұр деп ойлаймын. Так, Темірлан болатын бірінші суретіне қойсақ. Жигандар жалғастырамыз, ана жақта шумға мән бермеңдер, менде компьютер қосылып жатыр, ол қосылғанда осындай дауыстар шығарады. Так, ең бірінші Темірлан болады, андай типа бұлттардың арасында түскен, бірақ мен далайға шыққым келіп тұрған жоқ. Кейбір бұлттардың арасында түсіп тұр осылай. Как фотошоппен істей саламыз. Так, фотоға түсейік онда. Ол бұл фотода типа бір мектепте ақ көйлекпен отқан болатын тұғын. Дәл қазір бізде сондай ақ көйлекті киіп түсіп алайық.